Assalamu alaikum желі қолданушылары, қалайсыздар, амансыздар ма? YouTube'ға видео түсірейік деп шештік. Мынау Subaru Outback 2006 жылғы автокөлік. Диагнозы су көтеріп кетіп тұр. Су көтеріп жіберіп тұр. Термостаттан көріп, термостаттың патрубкілерін ашып жатырмыз, суын сырқып алып жатырмыз. Мына жерде бір патрубка ашылады, радиатордікі. Мынау моторға кіретін орны патрубканы. Термостат осының бойында тұр ғой да. Біз енді көліктен көк қақпағасын Ануар деген ағамызға келдік. Термостатын мына жерде тұрады, бір болты шешілген екен. Термостатқа қатысты қандай әңгімелер айтып едің? Ануар жаңа ашық қалса су ағады дейсіз ғой да? Ашық қалып жауылмай қалып тұр деген күмән бар да. Жалпы толық диагноз қойылған жоқ, қазір белгілі болады бұйырса. Пока тек ашып ішіндегі нәрселерін қарап жатырмыз. Мына жерде болады термостаты. Şimdi termostat ашып қараймыз. Бұйырса бізбен бірге болыңыздар. Аллах береке берсін. Обраткасы ма? Bir жағында бір сым сияқты бір зат тұр ғой. Өзінікі ма сол? Иә, өзінікі. Или ішінің нагары ма? Так, термостат ашпай қалғанда Ануар аға да? Иә. Ол қалай білінеді? Тексереміз дейсің. Жоқ, осы күйінде ашпай қалған білдік қой қазір. Қандай вид береді дегенім ғой. Шалақпен суға салып тексереміз. Ыссы суға салып аш тексеріп көруге болады. Міне осы термостатты аштық. Термостат ашпай қалған деген диагноз қойылды. Енді осыны ялда өтетін етші. Жөндеу керек бұйырса. Subaru Outback автокөлігі диагноз айтып өткенде суы қайнап көтіп тұр. Су көтеріп жүріп тұр да, енді сосын термостаттан көріп ашып жүріп. Жалпы әуелде бір термостат аштық біз. Сосын жапқанда жаңа герметиктемей өзін қатырып тастап едік, сол жерден су тамып тұрды. Сосын сірә ашу керек болып жүргесін енді сол моменті келді. Аллахтың қалауымен ашып қарап жатырмыз. Нәтижесін бұйырса айтатын боламыз. Так, термостатты тексерейін деп жатырмыз. Қазір жабық тұр ма? Қалдау дейм жабық күйінде де. Момент аша қоятын бет? Жай ашады. Ашқанда қай жері көтерілу керек? Ана ортасы ары қарай кетеді. Ана мет өзіне қарай тартады да ысып. Мына жерде қандай конструкция бар? Қандай механизация бар сонда? Ана меттің ішінде бар ғой, ысыған кезде тартатын да өзіне. Артындағынан су құйып отырмын ғой. Иә. Сонда мет ысса тартқыш бола ма бірдеңені қалай бар? Сол ішінде сондай. Датчик бірдеңе бар ма или? Жоқ, датчик жоқ шығар. Субханалла, мәшін инженерлер осындай заттарды ойлап тұрады. Оңайластырады ғой да. Иә. Кішкентай қылу керек, әрі көп пайдасы болу керек деп жан-жақтан идеялар айтады. Соның нәтижесінде шыққан затқа. Şimdi диагноз қоя беруге сияқты ғой да. Өші ашпаған. Так, жігіттер. Контент жалғастырайық, иншалла. Термостат новый келді. Қытайский. Енді осыны салмастан бірінші. Жаңа көнесін суға салған сияқты қылып бұйырса. Қайнаға суға салып тексеріп көреміз. Ертең салып ұстап жақсылап. Ол тағы ашпай қалып атса, новый болғанмен де бір тексеріп алған жақсы.
Да. Нормально olursa sapsayımız inşallah. Так, процесс басталды. Жаңа термостатқа су құйып көріп жатырмыз. Рабочий, не рабочий тексеруіміз керек иншалlah. Сразу açıldı. Ашылып отыр ма? Астында мысты зат етіп қойып отыр, суға батырып қойып отырсыз ғой да. Өстіп тексеріп салсаңыздар болады. Әбден ашып жауып тұрғанда көз жеткізгеннен кейін анық сала беруге болады. Баракаллаху фикум. Так, жігіттер, салдық. Герметик жағып жібердік қой да араға. Бойына қыртта герметик жағып жібердік. Жаңа sıra термостатымыз тексеріп, патрубкаларын салып жатырмыз. Өстіп өзіңіз білмеген болсаңыздар, білетіндер sıra алхамдулилля біле береді. Білмесеңіз осындай жерде орналасқан. Осындай системамен. 2 болт қой да? Мына бір-біріне диагональ орналасқан. 2 болтты ашып, термостатын ауыстыра берсеңіздер болады. Осымен бітіреміз ғой, или айтатын заттар бар? Болды. Болды ма? Сондай жігіттер үшін. Баракаллаху фикум. Айту тегін емес, А?